Қайырлы күн достар, сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы жент дайындайтын боламыз. Бұрынғы кезде әжелеріміз бұл талқан жасау үшін диірменді пайдаланған. Ол екі тастың ортасына түскен тары талқан болып өздігінен ұнтатылып, дайын талқан болып шығатын болған. Ал енді бүгінде дайын техникалардың көмегімен осындай талқанды тез әрі оңай ұнтап алатын күндерге жетіп отырмыз. Мінекей, бүгін біз керемет жент жасайтын боламыз. Сондықтан осындай тарыны алып талқан дайындаймыз. Егер осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, тарымызды кофемолкаға салып отырып, осылай тарымызды ұнтатып алып отыратын боламыз. Енді дәмін келтіру үшін шекерді де кофемолкадан өткізіп аламыз. Бала кезімнен бір естелік айта кетейін. Осы жент ұзақ жолға шыдамды әрі құнарлы тамақ болғандықтан анамыз әскерде жүрген ағама дайындап, ол кезде әскер 2 жыл болады. Сондықтан ауылдың дәмінен татсын деп, ауыз тисін деген ойымен осындай қуырдақ қазақтың ұлттық тағамдарын, қыс айында өте шыдамды ғой, дегенмен осы ауылдың дәмі деп осы жентті де жасап посылкаға салып почта арқылы жіберетін еді. Сол есіме түсіп, міне жаңа осы жентті жасағанда сол бір балалық кездегі көз алдымда өткен, көзіммен көрген естеліктер есіме түсіп, сіздерге де өзім ойыммен бөлісуді жөн көріп отырмын. Сондықтан бұл жентті сақтап қойып жесеңіздер де өте шыдамды болып шығады. Ал енді бұл жентті біріктіру үшін осындай сары майды алдым. Қолдың сары майы қазір қатып тұрғандықтан осындай шамалы тастайлау. Пышақтың көмегімен майымызды ұнтақтап бөліңкіреп аламыз да ыдысымызға салып баяу отта қыздыратын боламыз. Қызған майымыздың тортасын айырып, әдемілеп сүзгіден өткізіп сүзіп аламыз және жентімізді қатыруға кірісетін боламыз. Мінекей, майымызды осылай ұсақтап бөліп алғаннан кейін оттың астын баяу отқа қойып майымызды ертіп алатын боламыз. Енді үлкендеу ыдысымызға тартылған талқанымызды осылай салып алғаннан кейін ертілген майды әдемілеп сүзгіден өткізіп аламыз. Мінекей, тортасынан айырылған тап-таза сары майды осылай сүзіп алып, жентімізді араластыруға кірістім. Ештеңе де қоспай таза жент жасадым. Әркімнің қалауы бойынша мейіз, жаңғақ салуға болады. Мен ештеңе де қоспай, тек сары маймен осылай жасап шықтым. Қазіргі заманда бал немесе сгущенка қосып та жасап жатады.
дегенмен осындай таза табиғи түрінде жасағанды жөн көрдім. Енді осындай контейнерлерді тауып алып, қатырып, морозильникке қойып, қатырып, әбден формасын келтіріп алатын боламыз. Сармай болғандықтан бұл әдемі болып, тез қатып шыға келеді. Ал енді дәмін көрсеңіз, женттің нағыз тіл үйрер өзінің ерекше дәмі болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ешқандай қоспасыз жасасаңыз, тіпті керемет болып, дәмі тіл үйреді. Мінекей, жентіміз де дайын. Енді қалғанын осындай силиконды формочкалерге салып, әркім өз қалауынша қалай жасағысы келеді, солай жасауға болады. Әдемілік үшін мен осындай жүрекше формасына салып, қалғандарын осылай қатырып алдым. Мінекей, женттеріміз де дайын болды. Енді осы дайын болған женттерімізді тоңазытқышқа қойып, қатырып алуға болады. Қатып дайын болған жентіміз осындай болып, керемет, әдемі болып шықты. Мен енді жентіміз дайын, осындай керемет, әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.